Сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай құймақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін біздерге айран керек болады. Мына жерде менде айраным жылы, бөлме температурасында тұрған. Енді осы айранымызға 2 ас қасық сода салып, 10 минутқа қойып қоямыз. Бір араластырып жіберіп, 10 минутқа қойып қоямыз. Сіздерге осы құймақты пісіріп көруге кеңес беремін. Өте оңай, жасалуы да өте оңай, және де 100% сеніммен айта аламын. Сондықтан осы құймақты пісіріп көріңіздер. Массамыз дайын. Енді осы айранымыздың үстіне қантымызды салып, бір араластырып жібереміз. Қантымызды араластырып алдық. Енді осы массамыздың үстіне жұмыртқамызды салып, тағы бір жақсылап араластырамыз. Алдын ала суымызды қайнатып қоямыз. Қазір осы массамыздың үстіне су қажет болады. Жұмыртқамызды араластырып алдық. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ішінде ұнның түйіршігі қалмағанша жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса шығу керек. Енді осы массамыздың үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді ең соңында сұйық майымызды құйып, бір келкі масса болғанша тағы бір араластырып аламыз. Мен бұл құймақты күнде таңертең таңғы асқа балаларыма пісіріп беремін. Өте дәмді және де жасалуы да оңай. Сондықтан сіздер де көріңіздер пісіріп. Жақсылап араластырып алдық. Осындай сұйықтау масса шығу керек. Енді тапамызда пісіріп ала береміз. Менде тапамның диаметрі 22. Енді осыған аз мөлшерде құйып, жұқа етіп пісіріп ала береміз. Бетіне осындай тесіктер пайда болады. Және де үсті құрғаған кезде мына бетін аударасыздар, сол кезде асты толығымен пісіп шығады. Міне құйып алдық. Бетіне осындай тесіктер пайда болады. Және де үсті толығымен құрғау керек. Сол кезде асты піседі, толығымен пісіп шығады. Құймақтарымыз дайын, әдем болып шықты, жұмсақ, жұқа болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Алдағы видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.